Өзбекстан Республикасы Мәдениет Министрлігі қасындағы Республикалық орталық зағиптар кітапханасы мен Астана қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарасты зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапханасы ұсынады. Канн фестивалінде мүмкіндігі шектеулі жандар туралы қысқа метражды фильмдер арасынан гран-при иеленген Шокер Холиковтың «Шай» фильмі. Тар бөлме, жан жылуынан ада қалғандай. Бір адамдық ескі төсекте, егде жастағы қарт кісі жатыр. Ұйқылы ояу жатқандай. Айнымас, жалғыз серігіне айналған радионы қосты. Сал дертіне шалдыққан қарт өз аяғынан жүре алмайтын. Жан серігі болған радио толқындарын ауыстырып көрді де одан да қажеттісін таппай өшіріп қойды. Әжімді жүзін шалқалай бұрған қарт, терезе сыртынан естілген дауыстарға басын бұрды. Дала, жылылық ескен, күн шуаға төгіліп масатыдай құлпырған жас. Ауладан жас жігіт, оның артынан жүгіріп шығып, жейдесін жөндеген келіншек көрінді. Жігіт қақпа сыртына шыққан кезде келіншек үй ауласындағы жас сәбидің жылаған дауысына қарай жүгіріп кетеді. Дәл осы сәтте сол үйдің 5-6 жастағы баласы шыбықты атқып мініп, қақпа сыртына қарай құлдыраңдап жүгіріп бара жатты. Осы көріністің бәрін қарт кісі төсегінде қозғала алмай бақылап жатты. Иә, қозғала алмай. Өйткені ол өз аяғынан жүре алмайтын. Жаздың жайма-шуақ күндері, далада, бөлмеде ыстық. Қарт шөлдеген болу керек. Төсегінің жанында тұрған кішкентай шәйнекке қол созып, кесеге құйып көріп еді. Соңғы тамшылар қалыпты. Ішетін бірдеңе табылар мекен деген үмітпен жан жағына қарады. Бірақ ештеңе көзге ілінбеді. Терезе жақтауында тұрған банкіде шай бар екенін байқаған ол қолын созып жанында төбе жағында орналасқан қоңырауды сылдыратып үйдегілерді шақырмақшы болды. Я, ол жан баласын қоңырау арқылы ғана шақыра алатын. Себебі қарт аяғынан ғана емес, тілінен де айырылған мылқау еді. Ұзыннан созылған қоңырау жібінің бойымен
Қарттың көзі қабырғада ілулі тұрған суреттерге түсті. Суреттер көп нәрсені еске түсіргендей. Жігіттік шағы, жан жарының қасында болған кездері, әскердегі қызықты да шыдырман уақыт бәрі көз алдына келгендей болды. Қоңырау соғылды. Қоңырау бірнеше рет соғылған соң, сырттан бөлмеге келіні кірді. Қарт қолын терезеге қарай созып, ымдап белгі беріп еді. Келіншек бірден терезені ашты. Солай түсінген сияқты. Осы сәтте сырттан жас нәрестенің қатты жылаған дауысы естілді. Келіндері соған қарай ұмтылып, сыртқа шығып кетеді. Қарт іштей шырылдап. Қарттың көзі тағы да терезе алдындағы шайға түседі. Тағы да қоңырауды сылдыратып, адам шақырады. Бөлмеге қайта кірген келіншекке саусақпен терезе жақтан нұсқап ымылдайды. Келін терезеге мұқият қарап, ар жақтағы мүгедектер арбасын көріп, сол қажет болды ма деген ойға кеп, әкеліп беру үшін сыртқа шығып кетеді. Арбаны әкеп береді. Маған шай, шөлдедім. Түсінбедің ғой. Әлбетте, ол тек ішінен ғана айта алатын бір кем дүние. Қарт тағы да малсыз. Шай, арба емес. Дегендей үнсіз қалды. Терезеге телмірді. Даладан шырылдаған нәрестесін көтеріп алып, жұбатып жүрген келіншекті көрді. Шақалақ қояр емес, тынбай шырылдайды. Тағы шақырып көрейін деген оймен қарт қоңырауға қолын соза берді де. Жіпті жібере салды. Қоңырауды соқпады. Қолсозым жерде тұрған шәй қол жетпес дүниеге айналғандай.
өзім арбаға отырып көрейін, терезеге дейін жетейін. Осы оймен қарт бар күшін жиып қозғалуға тырысты. Екі қолмен төсек тіреп, денесін көтеріп арбаға ұмтыла бергені сол еді. Арбасымен қоса құлап түсті. Әрбір құлаған жанның қайта тұруға ұмтылатыны сияқты, қарт та үміт үзбей денесін көтерді. Қолын созып алдымен құлаған арбаны тұрғызды. Сосын арбаға сүйеніп отыруға тырысты. Ақыры мақсатына жетті. Арбада отырған қалпы оны қолымен жүргізіп діттеген жеріне де жетті-ау әйтеуір. Терезе алдынан. Күші сарқылған қарт біраз тыныстап алды. Сол кезде 5-6 жастағы қарттың немересі сыртқы қақпадан құлдыраңдап ойнап жүгіріп кірді. Аптап ыстықта су ішкісі келген бала ауладағы ауыз суды ағызып көрді де, онда да су жоқ екенін байқады. Ішетін бар дегендей жан-жағына қарап еді. Терезе алдындағы шайды көзі шалып қалды. Бала үйге жақындап, терезені сырт жағынан ашып, қолын терезе жақтауында тұрған шайға созды. Бірақ жетер емес. Сол мезетте қарт та терезеге жетіп еді. Қол жетпестей көрінген сусын әні тұр. Қарт та қолын шайға барынша созды, бірақ әлі де жетіңкіремейді. Қарт арбасынан түсіп, жамбастай отыра қалды да, қолын тағы бір созып, ыдыстағы шайды қолын жеткізе алмай тұрған балаға берді. Қолын жеткізе алмай тұрған балаға берді. Терезенің ар жағында бала, бер жағында қарт. Бос ыдысты қайта беріп,
бала ары қарай жүгіріп ойнап кетті. Ойнақтаған лақтай жүгіріп бара жатқан балаға ұзақ қарап қарт қалды. Жылы жүзі мейірлене түскендей. Басты рөлде Атхам Юсуфалиев. Дыбыстағандар: Қуат Ахметжан, Шахсана Елғонда. Дыбыс режиссері Қайсар Тұрмағанбет.